Сәлем достар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, күндеріңіз көңілділікке, шаттыққа, бақытқа, махаббатқа, жетістікке толы болсын. Қараңыздаршы, табиғат қандай тамаша, қандай аспанда сан түрлі бұлттар, түрлі формаларын шығарып гүлдеп тұр, қандай керемет, қандай көкпеңбек дала, қандай күшті табиғат десеңізші. Сондай керемет, мына чөптерге де бүйтіп жата салуға да болады. Сондай бір тамаша жер. Енді мынау біздің қазақ қазір тіл жайлы айтып жатыр ғой. Мынау қазақтың тілі әлемнің тілі. Қазақтың тілі ғарыштың тілі. Қазақтың тілі әулиенің тілі. Қазақтың тілі табиғаттың тілі. Қазақтың тілі бүкіл жан жануар, барлық өсімдік, бүкіл мынау әлемде не бар? Барлығының тілі қазақтың тілі. Қазақтың тілі ханның тілі, қазақтың тілі патшаның тілі. Қазақтың тілі 18 мың ғаламның тілі. Бүкіл. Мына әлемдегі ең керемет тіл бұл қазақтың тілі. Және біздің өзіміздің тіліміздің вибрациясы өте жоғары. Сол үшін біз өз тілімізді құрметтеп, өзіміздің осы тілімізбен бүкіл әрбір сөйлеген сөзіміз тек махаббатпен сөйлену керек, тек махаббатпен шығу керек. Өйткені Құдай бүкіл әлем тек бізге бет бұрып тұр. Біз мынау әу баста жер қалай жаратылды, біз солай жаратылдық. Жер жаратылмай тұрғанда, мына ғалам пайда болған кезде қазақ пайда болған. Ал басы да қазақ, соңы да қазақ. Қазір біз мына әлемге, мына ғаламға барлығын қазіргі кезде бүкіл әлемнің басын біріктіріп жатқан қазақтар. 362 өлшемді көретін қасиетті қазақтарға берді. Сол үшін да мына әлемде қарасаңыздар, барлық нәрсе, құлайтын нәрсе құлап, ескі руханият, ескі саясат, ескі нәрсенің барлығы, бүкіл ғаламда ескі нәрсенің бәрі құлап жатыр. Өздеріңізде жан-жақта мынау бүкіл әлемде болып жатқан жағдайды біліп жатсыздар. Ал достасатындар достасып, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірімен қосылып жатқан елдер де бар. Оның барлығы осы біздің қазақтан шығып жатқан өте мықты 362 өлшемді көретін қасиетті адамдардың мына әлемде қара порталдарды жауып, қара энергиялардың бәрін қаншама мыңдаған, миллиондаған жарық күштердің жұмыс жасап, бүкіл әрбір жерде сол жарық күштердің бірі сізсіз. Сол жарық күштердің барлығы жұмыс жасап, мына әлемді жарыққа қарай шақыруда, махаббатқа айландыруда. Былайша айтқанда, мына ғаламды, мына әлемді өзгертіп жатқан қазақтар. Өзіңіздің кім екеніңізді танып қойыңыз. Білмесеңіз біліп қойыңыз. Сол үшін өз есіміңізді, мен Алтынгүл Рысдәулетқызы болсам, мысалы, өздеріңізде әкелеріңіздің есімін айтып, кәдімгідей өзіңіздің есіміңіздің өзі қаншалықты жоғарғы вибрацияда екенін біліп, енді балаларыңызды да қазақша есім қойып, кәдімгі қазақша таптаза сөйлеп, таптаза бала-шағаларыңызбен амандасып, сондай бір қазақшаға ауысу керек. Өзіңді таны, өзіңді жақсы көр, өзіңді бағала. Бұл біздің тілімізден, сөзімізден, өзімізге деген құрметімізден содан басталады. Бұл ертең біз ұрпақтарға жол ашып кетейік деп жатырмыз. Мысалы, бәріміз, сіз, біз болып, осы өзіміздің тілді жақсы көріп, өз елімізді, өз жерімізді сүйіп,
кешіріп, қадірлеп, мақтанып, қуанып, өзіңнің осы ұлт болғаныңа мақтаныш болатындай өзіңе сондай бір сенімділік беріп, өз есіміңді айғайлап тұрып айтып, еңсеңді түсірмей, сүлкініңді түсірмей, кеудеңді керіп жүретін кез енді келді. Мына алтын ғасыр, алтын дәуір деген сол. Алтын ғасырда, алтын дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Енді итіс тартыс боп, жылап еңіреп, қорқып, өкпелеп, ренішіп, қайғырып, қайғыдан ондайдан кеттік. Ол өмірден кеттік. Сол достар, табиғатты қандай керемет бізге, қандай байлықты тастап кеткен, қандай байлықты бәрін бірақ бере салған. Соны сезіну, түсіну. Құдай деген ол махаббат, махаббат деген ол Құдай. Бізді махаббатпен жаратқан. Құдайды қанша іздесең де, тек Құдай кім десең, Құдай махаббат. Ал бізді бәрімізді махаббатпен жаратқан Құдай. Айналадағы бәрі өзіміз. Кімді жек көресіз, кіммен ренжисіз, өкпелейсіз, бәрі өзіңсің. Мына жерде, аспанда, мына табиғат бәрі өзіңсің, бәрі сенсің. Бұндай түсініктерді, бұндай қасиеттерді, бұны сезінуді қазір қазақтарға берді. Сезін, көр, самға уш дейді. Алды енді саған не керек? Ал енді не ғып отырсың? Тұр да жүр алға қарай. Санам десейді деп Құдайдан сұра. Жүрегімді аш, жаным жарыққа шықсын деп жүру керек. Мына өмірде барлығына шаптаспау керек, еш нәрсе. Бәрін босатып. Кең бол, кең болсаң кем болмайсың деп қазақ айтқан ғой. Босат бәрін. Қызғаныштан қаншама адамдар ауырып жатыр, қаншама адамдар қиналып жатыр. Тәкаппарлықтан қаншама адамдар қиналып жатыр. Өшпенділіктен қаншама адамдар құрып кетіп жатыр. Өзін түсінбей, танымай. Енді біз тек қана махаббат. Барлық нәрсені махаббатпен шешіледі. Шешілмейтін нәрсе жоқ әлемде. Тек махаббат қана. Өйткені Құдай бізді махаббатпен жаратқан. Біз өзіміз алға жүрмесек, алға ұмтылмасақ, сені ешкім сүйремейді, сені махаббатпен жаратты. Тек өзіңді жақсы көрсең, Құдайды жақсы көрген. Құдай өзін жақсы көрген адамды жақсы көреді. Өзін бағалаған адамды жақсы көреді. Құдай бәрін жақсы көреді, бірақ өзіңді Құдай саған барлығын беріп, мен сені жақсы көрем деген сөзі өзіңді бағалаудан басталады. Сен өзіңді бағалап, өзіңді жақсы көріп, өзіңді сүйіп, өзіңді деген нәрсе бұл кешке дейін. Өзіңді деген нәрсені түсінетін болдық қой, біз түсінетін кез келді. Оны ары қарай түсіндірудің қажеті жоқ. Өзіңді жақсы көру деген не екенін оны адам өзіңді өзің өкпелесең, өзіңді жақсы көруге есептеле ма? Есептелмейді. Өкпеледің, сен өкпеңді ауырттың. Жаның сені Құдай махаббатпен, бүкіл мына клетка жасушаңның бәрі махаббат деп соғады. Махаббатпен жасалған. Денеңдегі ескі құсқының бәрін босат. Ал мен сіздерді өзімнің бірге дамуға, бірге өсуге шақырам. Өздеріңізден білім алғаннан, осындай нәрселер түсінуден шаршамаңыздар. Өсіңіздер, дамыңыздар, білім алыңыздар, оқыңыздар, ізденіңіздер. Құдай кім деп ізденсеңіздер, бәрін табасыздар. Сіз кімсіз? Ізденіңізші. Бүкіл әлем енді қазақша сөйлейді. Бүкіл әлем қазақ тілінің қандай мықты екенін біледі. Қазақ ұлтының қандай керемет, біз бүкіл бәрін жеңгеміз, бәрін жеңіп қойғанбыз. Өткеміз, енді аз ғана шақ қалды. Бір-екі шақты жасап жүрсең, жалқаулығыңды тастап. Бүкіл бәрінен өттің. 5.000, 4.000, 6.000 жыл өмір сүрдің. Барлығына одан да бір 10.000 жыл. Мына өсімдіктерді санайтын болсаң, 10.000, 20.000, 30.000 жыл сүргенсің. Енді миллион жыл сүргенсің даже. Бұлай есептейтін болсақ. Енді саған мынандай ғана кез қалды. Үйіңе қайтуға, өзіңді табуға.
өзің тұрсың ан жақта жарқырап, жоғарғы мен деген болады адам, жарқыраған. Сол жарқыраған меніңмен қосыл, бірік. Ішкі рухың соны қалайды. Жаның жарыққа шыққысы келеді. Барлығыңа сәттілік.